Сәлем достар, бүгін біз баклава дайындаймыз. Ол үшін ыдысымызға 600 мг сүтімізді құйып, 100 г ұнтақ жармасын қосып, 60 г қантымызды қосып, баяу отта міндетті түрде араластырып тұрып қайнатамыз. Осылай беті көпіршіп қайнаған кезде отымызды сөндіріп, ыдыстарға салып суытамыз. Мұны қаймақ деп атайды. Қаймақ міндетті түрде суу керек, сол үшін салқын жерге қоямыз. Қаймағымыз суып дайын болғанша баклавамыздың қамырын дайындаймыз. Ол үшін ыдысымызға 1 жұмыртқа, 100 г сары май, 100 г қаймақ, 50 мг сұйық май, 100 мг жылы су. Міндетті түрде алма уксусын пайдаланамыз. Ұнымызды қосып, қопсытқышымызды қосып, қамыр илейміз. Қамырымызды холодильникке жарты сағатқа қоямыз. Оған дейін қаймағымызды дөңгелек пішін жасап дайындап аламыз. Қаймағымыз дайын болды. Енді қамырымызды холодильнигімізден шығарып, теңдей 8, те болмаса 10 бөлікке бөлсеңіздер де болады. Мен қамырды теңдей 8 бөлікке бөлдім және де осылай шеңберге келтіріп, бетін кеуіп қалмас үшін жауып қойдым. Міндетті түрде жүгері крахмалын пайдаланамыз, ешқандай ұнды пайдаланбаймыз, не болмаса басқа крахмал пайдалануға болмайды. Осылай видеода көрсетілгенде қамырларымызды жүгері крахмалымен жайып аламыз да, ортасына крахмалды сеуіп, қамырларды бірінің үстіне бірін орналастырамыз. Қамырларды бастапқыда қолдарыңыз үйренгенше біртіндеп жайсаңыздар да болады, не болмаса видеода көрсетілгенде 2 қамырды бірге жайсаңыздар да болады. Арасына жүгері крахмалын сеуіп жаямыз, қамырларымыз жабыспайды. Қамырымызды жайғанда өте жұқа етіп жаямыз. Қамырымызды өте жұқа етіп жайдық. Қамырлардың арасы жабыспай, жеңіл ажыратылады. Екінші қамырымызды бір шетке қоя тұрамыз. Оқтауымызды алып, қамырымызды оқтауға ораймыз. Осылай қамырымызды екі жағынан ортаға қарай жинаймыз. Қатты қыспаймыз, жаймендеп ашамыз. Бастапқыда қиын болып көріну мүмкін, бірақ біртіндеп жасап көрсеңіздер, қолдарыңыз үйреніп кетеді. Осылай қамырымыздың пішінін жоғалтпай ашамыз және де екі шетінен қамыр қалдырамыз.
Кез келген жаңғақ пайдалансаңыздар болады. Мен 200 грамм фисташки пайдаландым және де жаңғақтарымызды блендердің көмегімен ұсақтап аламыз. Фисташкиіміз дайын. Қамырымызға арасына 2 саусақ қалдыра отырып салып шығамыз. Дайындап алған қаймамызды фисташкидің үстіне қойып шығамыз. Қаймақтың үстінен фисташки сеуіп шығамыз. Екі жағында қалған қамырды бірінің үстіне бірін осылай орналастырып, орталарын бекітіп шығамыз. Бекіткен жерлерімізден кесеміз. Осы жерде енді мұқият болыңыздар. Мен қамырды теріс айналдырдым. Теріс айналдырып, пішінін жоғалтпай, төменге қарай басып, пішін жасадым. Осылай баклаваның пішінін жасап аламыз және де бетіне құятын сұйық майымызды дайындаймыз. Ол үшін ыдысымызға 200 грамм сары майымызды салып, 50 мг сұйық майымызды қосып қайнатамыз. Бетіндегі ақ көбігін міндетті түрде алып тастаймыз және де алғаннан кейін 2-3 рет сүзгіден өткіземіз. Бұл міндетті. Осы сұйық майымызды баклавамыздың бетіне жағып шығамыз және де қалған майды баклаваның үстіне құямыз. 180 градуста қызып тұрған пеште 40-45 минут пісіреміз. Баклавамыз піскенше 800 мг суымызға 700 грамм қантымызды қосып, лимонның бір тілімін салып қайнатамыз. Баклавамыз піскен кезде қайнап тұрған сиропымызды үстінен құйып, 2 сағатқа осы сироп сіңгенше бөлме температурасында тұрады. Астарыңыз дәмді болсын, каналыма тіркеліп пікір қалдырыңыздар.